Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы құпия кеңес деп аталынады. Бұл сабақ Бердібек Соқпақбаевтың "Менің атым Қожа" повесі бойынша қорытынды сабағымыз. Біз балалар үйден сендер түгел повесті кітаптен де, хрестоматиядан да оқыдыңдар, мазмұнын жақсы білесіңдер. Ал бүгін біз сабағымызда Қожа туралы айтатын боламыз. Яғни Қожаның портреті, жасаған іс-әрекеттері арқылы оның образын ашуға тырысамыз. Балалар, бүгінгі сабақта сендер өздерің бағалайсыңдар. Сендердің бағалау парақшаларың алдарында жатыр. Мына жердегі критерийлерге қарап, сабақ барысында өзімізді бағалап отыруды ұмытпаймыз. Ендеше балалар, біз кейіпкерлерді сипаттау үшін алдарына сендердің органайзерларды қойдым. Топтық жұмыс жасаймыз. Органайзерларды ашайық. Ішінде сендердің тапсырмалар берілген балалар. Тапсырмалар берілген. Және критерийлерді бірінші оқып алыңдар. Не істеулерің керек? Содан кейін жұмысымызды жасайық. Балдар, мен дайындап қойдым ғой сендерге стикерларды, тез-тез сол стикерларға жазамыз. Қысқаша жазуға тырысыңдар, тез-тез. Дайын стикерларға қысқаша жазыңдар. Нақты қасиеттерін қысқаша жазайық, балдар. Тезірек аяқтауға тырысайық. Қай топ аяқтаса, сол соғы белгі берейік. Келіп тақтаға жұмыстарымызды қорғай топтарына қалған орын қорғалайық. Бірінші топ қалған орнымызға. Бәріміздің назарымыз беріп тыңдаймыз балалар. Біз сүзіп алу әдісіне қарап, Қожаның жақсы және жаман қасиеттерін сүзіп алдық. Жақсыларынан айтсақ, өз істегенін мойындайды, достық, мейірімді, ақылды, ойшыл. Мейірімді, оған мысал келтірейік. Мейірімді, ол анасына жаны ашиды. Жақсы, ал кейін Қожаның жаман қасиеттері асығып жүреді, тентек, ашуланшақ, өдесіне тұра алмайды. Ол неліктен тентек дейміз? Өйткені ол сұлтанның жүрді кеңесші. Жарайды, осы топқа кері байланыс берейікші кім кәне? Шұғыла. Менің ойымша бұл топ Қожаның жақсы жаман қасиеттерін ажырата білді. Осы қасиеттеріне қарай шығарманы мысалдар келтірді. Сондықтан инспектор бойынша тапсырманы толық орындады. Дұрыс. Бұл топ тапсырмалар өте тамаша орындап шықты. Келесі топ кім қорғайды кәнекей? Келіңдер тез. Біз кеңестер арқылы Қожаның жатасты салыстырдық. Олардың ортақ қасиеттерін жазып, жеке қасиеттерін анықтадық. Қожа ол жағымды кейіпкер. Ешкімге жамандық ойламайды, жақсы болуға тырысады, мейірімді және ойлы бала. Жақсы. Ол мысалы Майқанов фильмінің түсіріліміне құрбаға салғанда, ол жаман болып салады, жай қызық болып құрбағаны салды. Қызық болады деп ойлады кәнекей. Ал Жантас ол жағымсыз кейіпкер. Ол өз істеген ісін мойындамайды және мақтаншақ. Ол мақтаншақ, себебі ол Қожаны сүйіп мазақтайды. Мақтаншақ, ол үнемі өзі мақтанып жүреді, дұрыс айтасың. Ортақ қасиеттер. Ал ортақ қасиеттеріне екеуі де тентек, бір мектепте оқиды және бір ауылда тұрады. Дұрыс айтасыңдар. Осындай ортақ қасиеттеріне қарамастан, ол екі бала екі түрлі екен. Кәне келесі топты жатайықшы, келесі топ. Бұл жерде бір кейіпкерлерді және сипаттама адамдарды бірінші Қожамен жанасыз. Бірінші сипаттама. Қожа жасы 12-де, өңі қара, танауы үңіліп тұрады, басы қарауыз бар. Жаны көзі мөлдір, иығына төгілген қара шашы. Әдемі.
жарайды, жақсы. Енді мысалдар келтірген жоқ қой, ол үлгермеді. Енді балалар, бер қарайықшы, міне біз қожаның барлық қасиеттерін, жақсы жаман қасиеттерін атап өттік. Енді осындай тентек бала болашақта түзеледі ме екен деген сұраққа жауап беріп көрейікші. Біз аударыспақ әдісі бойынша қазір жұптық жұмыс жасаймыз. Қатар отырған екі оқушы өз пікірлерін білдіреді. Бер қараңдар, бір оқушы қожа түзеледі өйткені деп дәлел келтіреді. Екінші оқушы қожа мен сенімен келіспеймін, қожа түзелмейді өйткені деп өз пікірлеріңді дәлелдеп шығуларың керек. Бұл жерде шығармадан мысалдар алсаңдар болады, немесе мен сендерге тәрбиеге байланысты мақал-мәтелдерді жазып қойдым. Сол мақал-мәтелдерді қолдансаңдар да болады. Тез арада ақылдасып алыңдар, кім қорғайды, кім даттайды, кім қорғайды. Сөйтеміздер, тез арада жұмысымызды бастаймыз. Жұптық жұмысымызды жасамыз. Нұрады дәптерді алып. Тез уақытымыз жоқ. Жылдамдырады, ол уақытымыз жоқ. Ақылдасып алып жазамыз, кәдеге. Ұзақ жазудың қажеті жоқ балалар. Ойларыңды жинақтап алсаңдар болды бастысы. Ал кәнеки балалар, жарайды, ойларыңды жинақтап алсаңдар толық жазу міндетті емес. Мен сендердің дәптерлеріңе толық тексеріп аламын. Содан кейін қазір сол ойларыңды жеткізуге тырысайықшы. Кәнеки кім дайын? Бірінші Айсана, Арнұр. Кім дайын басқамыз, кәнеки? Мен қожа түзеледі деп ойлаймын. Себебі ол осы уақытқа дейін қайталамаймын деп айтып жүрді. Ал құпия келместе қожа сертті өзіне береді. Өз сөзінде тұрады деп ойлаймын. Жақсы. Мен сенімен келіспеймін. Өйткені жақсы бала жеткізеді мұратқа, жаман бала қалдырады ұятқа демекші. Ол анасын үнемі ұятқа қалдырады. Қожа анасына жаман ашиды, бірақ барын тез ұмытады. Сондықтан қожа түзелмейді. Түзелмейді деп ойлайды екенсіз, кәнеки, жақсы пікірлеріңді өте тамаша білдіріп отыр. Мына қатардан сұрақ қойшы, Нұржан. Шұғыла, жылдан. Мен қожамен келісемін. Себебі ол соңғы уәде берді деп ойлаймын. Себебі қожа өз-өзіне жазып кеңес өткізді. Сол үшін мен қожаға сенемін. Жақсы. Жоқ, мен сенімен келіспеймін. Қазақта сөз бар, олар бағадан келеді. Қожа кішкентай кезінде көп уәде беріп, оларды ойламады. Сондықтан да мен қожаны сенімі келмейді деп ойлаймын. Жақсы, дәлел келтіре білдің. Қалғандарының балалар дәптерден тексеремін. Өзімізді бағалауды ұмытпайық. Тез арада өзімізді бағалап жіберейікші, кәнеки осы жасаған жұмыстарымыз бойынша. Тез арада белгіні қоямыз. Енді балдарымызды қойып бері қарайықшы. Балалар, сонымен қожа шын мәнінде өмірде түзелді ме екен? Соны білгіміз келетін болсақ, балалар, біз мына Бердібек Соқпақбаевтың өзіне келейікші. Бастапқыда бұл повестің аты қандай болып еді, балалар? Өзім туралы повест деп аталынған. Ендеше Бердібек Соқпақбаевтың бала кезін осы қожада сипаттайды. Ендеше қожа әрине түзелді. Ол тамаша, танымал жазушыға айналды. Түсіндіңдер ме, балалар? Ал енді балалар, өзімізді бағалайық, және маған сабаққа бүгін кері байланыс беріп кетіңдерші, рефлексия. Мына бағалау парақшаларының артында қараңдар, жапырақтар берілген, оқимызда қажетті тұсқа белгі қоямыз, түстеріне қарап. Кәнеки, тез бағалап, рефлексия. Соны кейін мен жинап аламыз бағалау парақшаларында. Бітірдік па? Кәнеки, сонымен бітірдік па? Кім жоғары бал алды? Кәнеки, бізде бүгін көп жұмыс істеп жоғары бал алды. Нұр, жастаны? Мен 10 бал алдым. Иә? Неліктен? Өйткені мен топпен жұмыс істедім және жүкпен жұмыс істедім. Жақсы, яғни критерий бойынша барлық жұмыс атқарды. Жақсы бала, осымен сабағымыз аяқталды.